Бұл шараның маңыздылығы ерекше. Себебі ұлы балуанның ұрпағының қатысуы бұл фильмнің нақтылығын және рухани байланысын одан әрі күшейтті. Көрсетілімде фильмнің жасалуы, Қажымұқанның өмірі мен мұрасына деген құрмет, оның қазақ халқының мақтанышы ретіндегі рөлі талқыланды. Қажымұқан бабамыз туралы кино түсіру туралы идея 2012 жыл келді маған. Содан бастап зерттей бастадым, бір жылдай сценарий жаздым. Бұл кино түсірген кезде ең басты мақсат жас өспірім, өсіп жатқан жастар, балдар, осы Қажымұқан бабамыз сияқты әлем чемпионы болсам деп, осындай кішкентай балдар, 1000 бала деп айтайық, қазақша күреске жазылса, осындай атамыз сияқты әлемді мойындатсам, сол біздің негізгі мақсат. Қаражаты 600 миллион теңге, 600 миллион теңге қаражаты. Қазіргі таңда әлі де инвесторлар бар. Инвесторлар іздеп жатырмыз. Себебі оны біз қазіргі таңда Турциямен сөйлесіп жатырмыз, Өзбекстанмен сөйлесіп жатырмыз. Сол жаққа біз қазір инвестор іздеп жатырмыз. Жаңа түрік тіліне дубляждау жасау керек. Оқиға өте көп болғандықтан біз жылдарды, нақты жылдардың бәрін мен зерттеп біліп алдым ғой, қай жылы не болған. Бірақ кинода оны көрсеткен жоқпын. Себебі жаңа өзіңіз айтып отырсыз, жаңа көркем кино болғандықтан барлығын бір киноға сыйдыру үшін туылғаннан қайтыс болғанға дейін сол себепті біз жылдарды қосқан жоқпыз. Нақты туылған жылын қойдық та, қайтқан жылын қойдық бабамыздың. Бұндай адамдар 1000 жылда бір рет туылады ғой. Аңыз адам. Сол себепті негізгі ниет сол. Бүкіл жас балдар көріп, рухтанып, осындай Қажымұқан бабамыз сияқты болайық деп күреске барса, сол біздің негізгі мақсат сол. Жалпы менің өнерімнің жолында бұл драмалық, ауыр рөлдердің бір емес бірегей десем болады, өйткені драмаларға өзім көп түсе бермеймін. Алайда енді бір бағым шығар. Бір жылдары Қанағат Мұстафин мырзаға бір сырымды айтқан болатынмын, тарихи тұлғаның рөлін сомдасам арманым жоқ еді деп. Сол жылы коронавирус болды, негізі осы рөлге басқа актриса бекітілген болатын, олар кәдімгідей 6 айдан аса уақыт дайындық көрген. Дәл түсірілім басталар кезде ол кісі коронавирус болып ауырып қалды. Сонымен енді рөл өкінішке орай ма, қуанышқа орай ма маған бұйырып қалды. Менің кейіпкерім Қажымұқан атамыздың келіншегі, бұл собирательный образ. Барынша енді көрсетуге тырыстым, өйткені өмірде мен өзім тұрмыс құрмаған ғой, бірақ сондай бір кейуананың рөлін, сондай мудростьқа толы дейді ғой, ақылгөйлікке салатын, сабырлы келіншектің рөлін сомдауға тура келді. Негізі көп сахналар қиылып кеткен, хронометражға байланысты деген сияқты, бірақ жалпылама образ сол, өмірінің соңына дейін қасында жетектеп өткен сол келіншегін сомдаймын. Қажымұқан фильмін мен өзім жеке басым қанша уақыттан бері айтып жүрмін. Жалпы Қазақстанда фильмге лайықты тұлғалар өте көп, тарихи тұлғалар. Қажымұқан атамыздың осындай фильмі түсірілгеніне мен өте қуаныштымын шын жүрегімнен. Бүгінгі тұсаукесер құтты болсын деймін. Және бұдан да басқа қазақтың мықты тұлғаларына осындай керемет фильмдер түсіріле берсін. Қанағат Мұстафин Қажымұқан тарихи фильмінің сценарийін жазуға 2012 жылы кіріскен және тақырыпты 10 жылдан аса уақыт бойы терең зерттеген. Бұл ұзақ мерзімді зерттеу Қажымұқан Мұңайтпасовтың өмірін, спорттағы жетістіктерін және оның қазақ тарихындағы орнын дәл әрі жан-жақты көрсетуге бағытталған. Мұстафин өзінің зерттеу жұмыстары барысында мұрағат материалдарын және тарихи құжаттарды жинап, балуанның өмірін мүмкіндігінше шынайы бейнелеуге тырысқан. Кинотеатрымызда бірінші Қажымұқан бабамыз туралы кино қойылып қалып жатыр. Сол киноға келіп отырмыз. Фильмді бүгін бірінші рет түсіріп, біз қуаныштымыз. Қажымұқан атамыздың бірінші әйелінен тараған сондай бір немере қызымен кездесіп тұрмыз. Одан Ордабастан келіп тұрған немере балдармен кездесіп жатырмыз. Қуаныштымыз. Осындай тарихымызды қайта жаңғыртуымыз керек. Бабаларды білу керек жастар. Біз білгенмен жастар білмейді. Сол себептен киноға енді елдің бәрі келеді деп ойлаймын. Біз тарихымызбен, осындай ата-бабамызбен, салтымызбен, дәстүрімізбен мақтануымыз керек. Мен бүгін мынау біздің қасиетті қаламызда атамыз қазақтың біртуар ұлдарының бірі Қажымұқан Мұңайтпасовтың соның өміріне арналған Қажымұқан атты жаңа ғана сол көркем фильмді көріп шығып келе жатырмыз. Менің әсерім өте керемет, тамаша. Өйткені ол Қажымұқан атамыздың қасында болмасақ та, бірақ кинодан кейін дәл сол кісінің қасында, сол кісімен бірге жүрген адамда сенім өрім да, өте жақсы түсірілген. Мен негізінен мына туындының алғашқы жаңағы премьерасы дейміз ғой, сонысымен құттықтаймын.
қазақстандық патриотизмге баулитын, сол бағытта тәрбиелейтін осындай туындылар көбейе берсін деген тілек. Мына бүгінгі қойылып жатқан көрінімді көріп, өзіміз үлкен әсер алып отырмыз. Ондай көрінімдер біздің қазіргі таңда елімізге өте керекті. Себебі мына көріністе не деген бабамыздың елге, жұртқа қандай сенімділік екенін, өзінің еліне деген сүйіспеншілігін, ел үшін қандай қиын жағдайда болса да елін ұмытпайын, жеріне келіп үлкен қызмет жасаған азамат. Сол себептен ол кісі аңыз адам, біз әр уақытта ол кісіні пір тұтамыз. Себебі келе жатқан жастарымыз үлкен әсер береді және толқу келтіреді. Және де келешектегі мына елімізде спортшыларға, жас палуандарға мына фильмнен көп әсер алады. Өйткені қойылым өте тамаша қойылған. Айта кету керек, бұл фильм 2020 жылы басталған. Туынды Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат министрлігінің және ұлттық кино қолдау мемлекеттік орталығының қолдауымен түсірілді. Аяулым Әбілда, Айдәулет Жауынбай, Жеті Ньюс.